Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Айгерім. Бүгін мен сіздерге өте дәмді 15 минутта дайын болатын, ашытқысыз, дрожжсыз жасалатын шелпектің рецептінен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанында қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Таза құрғақ ыдысымызға алдымен 200 грамм суымызды және 200 грамм сүтімізді құйып, үстіне жарты шай қасықтай соданымызды саламыз және де 1 шай қасық тұзды саламыз. Одан соң 1 ас қасық қант саламыз, яғни құмшекер. Барлығын салып болғаннан соң 2 ас қасықтай майонезімізді салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Майонез шелпекке жұмсақтық береді. Майонез жоқ болса, қаймақпен орнын алмастыруға болады. Өткізілген ұнымызды 3 кесе орта кесемен толтырып салатын боламыз. Міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Алдымен лопатканың көмегімен, содан соң қолымызбен жақсылап тұрып, июін қандырып қамыр илейміз. Қамырымыз иленгеннен соң үстіне сұйық майымызды құйып, жақсылап тұрып, майы сіңгенше дәл осылай видеодағыдай илейтін боламыз. Енді бетін жауып 5 минутқа қалдырамыз. 5 минутта қамырымыз тынғаннан соң дәл осындай болып шығады және жұмсақ болады. Енді осы қамырымызды сопақша етіп 7 бөлікке бөлеміз, яғни 7 шелпек жасайтын боламыз. Видеодағыдай барлығын бөліп алғаннан соң, осылай қолымыздың көмегімен бір жерге буып, және де қолдың жерге үстелімізге қойып, дәл осылай доп-домалақ етіп жасайтын боламыз. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Барлығын дәл осылай доп-домалақ етіп қоятын боламыз. Енді 7 дөңгелек жасадық, осыны бір-бірлеп жайып шығамыз. Қатты жұқада емес, қалыңда емес, орташа етіп жаятын боламыз. Қалыңдығы дәл видеодағыдай болу қажет. Ешқандай қалың емес, жұқа емес, осындай болып шығу қажет. Егер қамырымыз жабысып жатса, кішкене ғана ұнның көмегімен жаюға болады. Енді қызып тұрған майымызға шелпегімізді, яғни қамырымызды салып, жақсылап тұрып 2 беті сарғайып, қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Майға салғаннан соң дәл осылай кішкене айналдырып, ортасын басып тұрып пісіріп аласыздар. Және де келесі бетін аударамыз. Кішкене сарғыштау болса, қазір піскеннен соң, суыған соң кішкене қызаратын болады. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, жанында қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.